Сәлем достар, бүгін біз сіздермен сметаник пирогын жасайтын боламыз. Ең алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Ол үшін бізге қажетті заттар: ұнды міндетті түрде осылай өткізіп алатын боламыз. Сонда біздің қамырымыз әдемі шығатын болады. Кез келген ұн түрлерін қолдансаңыздар болады. Мен қажетті заттарды описанияға жазып кетемін. Егер жасап жатсаңыздар, міндетті түрде скриндап алып жасаңыздар. Және де комментарийға отзыв қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей бізде ұнымыз дайын. Енді осы ұнға қамыр қопсытқышты салатын боламыз. Жақсылап араластырып, бөлме температурасындағы осындай сары маймен араластырып, қамыр илейміз. Холодильниктегі майды бірден қолдануға болмайды. Бөлме температурасындағы майды ғана қолдану қажет. Мінекей осындай болып шықты. Енді осының үстіне біз қантымызды және де бір жұмыртқамызды жаратын боламыз. Барлығын араластырып, жақсылап қамыр илейміз. Мінекей бізде осындай қамыр дайын болды. Қамырды жарты сағатқа пакетке осылай салып қоямыз. Және де қамырымыз дайын болғанша біз салмасын жасауға кірісеміз. Салмасы үшін бізге қажетті заттар: қаймақ және де 4 жұмыртқа қажет болады. Осындай қаймаққа жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластыратын боламыз. Осындай салма дайын болды. Енді оның үстіне қантымызды салып араластырамыз. Сонымен бізде салма дайын болады. Ал жаңағы қамырымызды сіздерде арнайы осындай форма болса, формаға келтіруге болады. Немесе кәдімгі пештің табасына да істеуге болады. Ол өз еріктеріңізде. Егер болып жатса, осындай арнайы табаға пісірсеңіздер дұрыс шығады. Бетіне қалаған заттарыңызды сән үшін қолдануға болады. Мысалы, малинаның вареньесі немесе вишняның вареньесі деген сияқты. Нәтижесінде бізде осындай болып шықты, керемет болып пісті. Уайымдамаңыздар, іші де піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер.